Қайырлы күн қыздар, бүгін мен сіздермен ең бюджетті, ең арзан тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Бұл тағамның жасалуына небәрі 150 теңге ғана кетеді. Бізге қажетті ингредиенттер картоп, пияз, жұмыртқа, ұн және тұз қажет болады. Ең алдымен біз картопты күштен өткізіп аламыз. Менің күшім картопты жуан қылып өткізеді, сіздер жіңішке күштен өткізсеңіздер де болады. Енді пиязды жіңішке және ұсақ етіп тураймыз. Бір дана жұмыртқа қосамыз. Жарты шай қасық тұз және де 2 ас қасық ұн қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Орташа отта қызып тұрған табаға бір ас қасықтан картоптарды салып шығамыз. Қызарған картоптарды келесі жағына аударып, табаның қақпағын жауып, 2-3 минуттай тағы пісіріп аламыз. Драникиімізді қуырып алдық, енді мен жанына майонезбен соус жасаймын. Майонездің үстіне кептірілген аскөкті салып аламыз. Және де күштен бір дана сарымсақты өткіземіз. Соус жасау міндетті емес, құр өзін жесеңіз де өте дәмді. Драникилеріміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ақниет, сау болыңыздар.